18 мың ғаламтор. Сізде қуыршаққа деген қорқыныш бар ма? Қуыршақ жай ғана зат болғанына қарамастан, кейде ол тірі сияқты болып көрінеді. Ғылыми тілмен айтқанда, мұны педиафобия дейді. Қуыршақтардан қорқу. Аннабель жын қуыршағы. 1970 жылы мейірбике ісін бітірген студент және осы мамандықта жұмыс істейтін Донна есімді қыз анасынан туған күніне сыйлық ретінде handmade, яғни ұсталған заттар тауарлары бар дүкеннен сатып алынған үлкен қуыршақ алды. Ол Донна өзінің досы Энджи мен сондай-ақ мейірбикемен бірге жалға алған пәтердің безендірілуі болу керек еді. Қуыршақтың ешқандай ерекшелігі болған жоқ. Оның орны Доннаның төсегі болды, және ол бірнеше күннен кейін біртүрлі нәрселерді байқай бастады. Мен оны күн сайын таңертең төсекке отырғызатынмын. Қолдар тігістерде, аяқтар созылған күйде, деді Донна. Біз кешке үйге оралғанда оның аяқ қолдары басқа күйде екенін білдік. Мысалы, аяқтар айқастырылып, қолдары тізеге бүктелген. Шамамен бір аптадан кейін бізде күдік пайда бола бастады. Мен қуыршақты қолдары мен аяқтарын айқастырып тастап, кешке не болатынын көруді шештім. Үйге оралғанда біз қуыршақтың қолдары керісінше жайылып жатқанын көрдік. Біз оны әр кезде әртүрлі қалыпта жатқанын байқайтын болдық. Мұның бәрі біртүрлі болып көрінді, бірақ бұл қыздардың дүрбелеңін тудырмады. Содан кейін қуыршақ ол кезде әлі аты жөні жоқ, бөлмелерде саяхаттай бастады. Энджи мұны бұлай сипаттады. Бір кеште біз қайтып келіп, қуыршақты алдыңғы есіктің креслосында тауып алдық. Ол тізерлеп отырды. Бір қызығы, біз оны өзіміз дәл осындай позаға салуға тырысқанда, ол бірден аударылды. Тағы бір рет ол диванда пайда болды. Бірақ біз оны Доннаның бөлмесінде жабық есіктің артында қалдырған болатынбыз. Аномальды белсенділіктің келесі көрінісі қисық қолжазбамен жазылған бір түрлі мазмұны бар, мысалы, маған қоңырау шалыңыз деген үй ішінде пайда болатын жазбалардың қайдан шыққаны белгісіз болды. Оларды кішкентай бала тастап кеткендей түйілді. Донна мен Энджи оларда дәл осындай қағаз бен қалам жоқ екенін тез арада анықтады. Қыздар біз үйде болмаған кезде біреу ішке кіріп, заттарымызды ақтарып жатыр деген қорытындыға келді. Мұны дәлелдеу үшін олар тыңшылар туралы фильмдерден алынған бірнеше қулықтарды қолданды. Терезелер мөрленіп, кілемшелер мен ұсақ заттар бөлмелерде қозғалатын адам оларды қалай да болса да жылжытатындай етіп орналастырды. Бірақ бұл көмектеспеді. Қуыршақты жылжытатын күш әлі де іште деген әсер пайда болды. Рухты шақыру. Донна мен Энджи олардың көз алдында ауыр мүсіншенің ауаға көтеріліп, еденге құлаған кезде олардың жағдайы ерекше екеніне сенімді болды. Бірде олар қуыршақта қан тапқан кезде олар сырттан көмек іздей бастады. Қыздардың бірінің айғақтары бойынша қайтып оралғанда біз қуыршақтың қолында қанның іздерін және оның денесінде бірнеше тамшысын байқадық. Бұл бізді қорқытты. Бұл пәтерде қуыршақ пайда болғаннан бері мұның бәрі шамамен 1,5 айға созылды. Оларға кім көмектесе алатынын білмей, медбикелер үйге медиумдық қабілеті бар әйелді шақырды. Одан олар таңғажайып мәліметтерді білді. Бұл жерде қыз қайтыс болған екен деп хабарлайды Донна. Ол 7 жаста еді. Оның есімі Аннабель Хиггинс болатын. Медиум оның рухы ғимараттар салынғанға дейін осы шалғындарда ойнағанын хабарлады. Қазір әркім тек жұмысқа ұмтылумен айналысқандықтан рух өзіне ешкімнің назарын аудара алмады. Және ол біз оны түсінерміз деген үмітпен бізде пайда болды. Сондықтан осы қуыршақты қозғады. Аннабель бізбен бірге болып, қуыршаққа қоныстанғысы келді. Біз енді не істеуіміз керек еді?
Біз оған рұқсат бердік. Осы кезден бастап қуыршаққа қайтыс болған қыздың аты берілді. Донна мен Энджи спиритизм кезінде рухты шақыру ауыр зардапқа әкелетінін түсінбеді. Оның салдары Лу есімді досына бағытталған көрінбейтін күштің физикалық шабуылдары болды. Лу басынан бастап бұл қуыршақтың бір түрлі екенін саналы түрде сезінгенін мойындады. Қуыршақ оған жиіркенішті болып көрінді, және ол қыздарға одан құтылуға кеңес берді. Сондай-ақ ер адам бір күні оларда түнеу кезінде Аннабельді қорқынышты түсінде көргенін, ал кейінірек ол түс шындыққа айналғанын айтты. Лу Энджимен бірге келесі күні жоспарлаған туристік маршруттың картасын зерттеді. Кенеттен Доннаның бөлмесінен шу шықты. Лу бірден әрекет етті, және оны ұры деп ойлап есікке қарай жүрді. Шу тоқтады. Жарықты қосып, еденде жатқан Аннабельді көрді. Кейін не болғанын Энджи бұлай сипаттады. Лу айналасына қарағанда ол жерде ешкім жоқ болып шықты. Бірақ күтпеген жерден ол айқайлап, кеудесін ұстап алды. Мен оған жүгіргенімде ол аударылып, одан қан кете бастады. Оның көйлегін көптеген жерлерінде қан көрінді. Ол дірілдеп қорқып кетті. Біз қонақ бөлмеге көштік. Мен оның көйлегін шешкенде, оның кеудесінде тырнақ іздері сияқты сызаттар пайда болды. Сызаттар 7 болды. 3 көлденеңнен және 4 бойлық. Құтқарудың соңғы құралы. Медбикелер Хэган атты танысына жүгініп, көмек сұрады. Хэган олардың қорқынышты әңгімесін тыңдап, қыздарды әке Куку есімді діни қызметкеріне бағыттады. Ол бұл істі күрделі паранормальды мамандарға Эд пен Лоррейн Уорренге, бұрынғы полиция қызметкеріне, демонология бойынша сарапшыға және оның медиумдық қабілеті бар әйеліне айтты. Істі тергегеннен кейін Эд өз үкімін шығарды. Қуыршақтарда тұрған ештеме жоқ. Рухтар адамдардан басқа заттарды игермейді. Бұл рух қуыршақты тірі секілді етіп қозғады. Сіз бұл кішкентай Аннабельдің рухы деп сенгендіктен, бұл күш осы бейнеге бейімделді. Басқаша айтқанда, сіз оған ашылдыңыз, және сізді зұлым рух пайдаланды. Әрине, сіздің келісіміңізбен. Сонымен бірге ол Донна мен Энджидің үйіне қоныстанған, бұл нәрсе зұлым екенін және ол Луға шабуыл жасау арқылы өзінің шынайы мәнін ашқанын баса айтты. Донна мен Энджидің пәтерінде Уоррендердің қатысуымен әке Кук жын шығару рәсімін өткізді. Соңында ол жиналғандарға және барлық бөлмелерге батасын берді. Және рәсім уақытында ешқандай паранормальды жағдайлар болған жоқ. Қыздарды тыныштандыру үшін Уоррендер Аннабельді өздерімен бірге алып кетуге шешім қабылдады. Бірақ содан кейін экзорцист растағандай, ешқандай Аннабель ешқашан болған емес. Спиритизм сеансы арқылы қыздар қауіпті басқа дүниелік күшті өзіне тартып алған. Аннабель мұнда болған жоқ, деді әке Кук. Біз рухқа тап болдық. Мұнда болғанның бәрі белгілі бір сценарий бойынша ойналды. Яғни оның артында қандайда бір ақыл тұрды. Сонымен қатар, рухтар мұндай шиеленісті құбылыстарды қоздыра алмайды. Бұл үшін олардың күші жеткіліксіз. Мұнда адам затына жатпайтын жын-перілер болды. Уоррендер бұл оқиғаның қай жерде болғаны туралы құпияны ашпады. Бұл олар қатысқан алғашқы атышулы істердің бірі болды. Олардың жын-перілерге қарсы күрестегі қызметі мен тиімділігі даулы болды және бола береді. Өйткені бұл сала тек сенімге қабылданатын салаға қатысты. Қуыршақ Аннабельге келетін болсақ, оның тарихы әлі аяқталған жоқ. Ол Уоррен үйіндегі арнайы бөлмеге орнатылды. Онда олар әртүрлі сиқырлы және қарғыс атқан заттарды жинайды. Қуыршақ әлі күнге дейін қауіп төндіреді деп айтылады. Сол үшін Аннабель Уоррен үйіндегі арнайы бөлмеде әйнектелген витринаға салынып,
сыртына ашпаңыз деген жазуы қойылған. Жасанды қуыршақ. 2014 жылы режиссер Джон Леонеттидің «Аннабельдің қарғысы» атты жаңа қорқынышты фильмі кинотеатрлар экранына шықты. Оның сценарийі 1970 жылдардың басындағы нақты оқиғаларға негізделген. Бірақ фильмде Аннабель қуыршағын өте қорқынышты етіп көрсеткен. Алайда Аннабель қуыршағы шынайы өмірде мүлдем басқа. Биіктігі 1 метрге жуық, үлкен көздер, күлімсіреген ауыз, қызыл шаш және мұрын ретінде тігілген қызыл матаның үшбұрышты бөлігі бар. Және қуыршақ шүберектен жасалған. Бұл қуыршаққа қарап ешқандай қорқыныш және мистикалық ойлар мүлдем келмейді. Тіпті қуыршақ әдемі сүйкімді болып көрінеді. Алайда кейбір адамдарға керісінше Аннабельдің мұндай сүйкімді келбеті қорқынышты болып, қой терісіндегі қасқыр сияқты көрінуі мүмкін. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде